Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бұндайды ешкім күтпеген. Нгану мен Джошуаның боксерлық жекпе-жегі аяқталды. Энтони Джошуа Фрэнсис Нгануды бокс мектебіне апарып келгендей болды. Нгану өз карьерасында ешқашан нокаутқа емес, тіпті нокдаунға түспеген. Джошуа тым тез, тым мықты болды. Нгану Тайсон Фьюримен жақын жекпе-жек өткізген соң, кейбір адамдар Нгануды бокс әлемінде чемпион бола алады деп сенді. Бірақ бүгін Энтони бұл иллюзияны жоққа шығарды. Матчқа толығырақ тоқталсақ. Нгану басынан бастап күшін көрсеткен сияқты. Мысалы Фьюримен бокстасқанда ол басында разведка жасап, кішкене қашқақтап қорғанысқа көбірек мән берсе, ал бұл кезде өзінің мықтығына тым қатты сенген сияқты. Басынан бастап Джошуаны соққымен ұстауға тырысып, бірінші раундта өз карьерасында бірінші рет нокдаунға түсті. Сол сәтте өткен соққы ондай қатты емес сияқты көрінді. Тек Нганудың бір тізесінде реферидің соңына тіпті 9-ға дейін санағанша дейін отырғаннан көп түсінуге болды. Нгану шокта болған сияқты. Раунд аяқталуына аз уақыт қалды және де Нгану өзіне келіп, ойын жинаған сияқты. Екінші раунд басталған соң, жылдамдықтағы айырмашылық тым қатты байқалды. Тек Нгану әлі де Джошуаның темпі мен стиліне бейімделмеген сияқты. Джошуа классикалық боксшы сияқты жұмыс істеді және де нокауттың жақындағанын сезген сияқты. Тағы бір қатты соққыдан кейін Нгану тағы бір нокдаунға құлады. Бұл сәтте де Нганудың жерде тізесін қойып көп күтті. Бұл түсінікті, Фрэнсис өзін жеңілгенін сезген сияқты. Келесі мезетте Джошуа соққысы соншалықты қатты болғаны, Нгану ағаш сияқты бүктеліп шалқасынан құлады. Бұндай нокауттарда көп боецтер тізесінде жарақаттап алуы мүмкін. Осындай Нгануды бұған дейін ешкім көрмеген. Тіпті өліп қалған сияқты жатты. Ондай көрініс ешкімнің ойына келмеді. Энтони Джошуа бокс әлемінің чемпиондарының деңгейін айқын көрсетті. Енді Нгану болашақта не істейді екен? Қайта ММА саласына орала ма, немесе бокста өзін тағы тексеріп көре ме? Қалай ойлайсыздар? Комментарияға өз ойыңызбен бөлісіңіз. Мен әр комментарияны оқып, сұрақтарға жауап беремін. Менің каналымда әлі де подписчик аз. Осындай видеолар ұнаса, подписка жасай аласыз. Видеоны соңына дейін көрген үшін көп рахмет. Кездескенше.